Mamana aytpay. Kazım aman gelin. Mamana aytpay. Ye, azına kişki işi, televizorda oturabilmeyi. Таксоводитель, осы сенің таксоводитель ақшаны көрмейміз да ғой. Қайға жұмсап жатсың барлығына? Ақша бер маған бол. Ақша жоқ менде. Кешке дейін жұртты тықшырсың, 12-ге дейін тықсырсың. Сол кезде бермей ма сонда саған? А? Ақта бар. Қай жерде бар? Яқта. О, мына жерде қанша бар? Так. Мына жерде 500 бар. Яқта бар. Canım sol. Canım sol. Kızım benim. Çizgi koydu. Tamam çizgi koydu. Ye. Tamam ündemeye otur. Sen kim olsun benim tanışığım? Nerede? Nerede mi? Cır kızım. Kadar söylemişiz. Так, sana kurye kumlarına. Bakalım. 20 mı? 30 mu? 30 mu? 32 mu? 33 mu? 34 mu? 35 mi? 35 mi? 500 topsun o ha? Bizim olsun. Otur. Kızına harap otur. Ey boğlar mağan geri geldi bir narse. Ket var. Ket. Bir narse edip koyardı koy. Sen futboldan başka işini oylamaysın. Tamam. Ne? Biz geldik var. Kıdırık. Hani kalkıp koyduk zatlarımızda oturabilir. Kızım canım sen. Kalk varmayın. Karavatında dıştan karasayı son kayıtmayın. Ben seni çay bilmiş. Mağan bir dünya aldınlar mı? Ekran önce sana sınıf kanal telefonu. Canım sol. Как раз konak şakaramız hazır. Ye. İşte biz kiyim alğanda жоқ, biz продуктіге жұмсадық барлығын. Бар таксоводитель кел бар. Ey bala kakım kırıldı. Өзім ғана кетші бар сен. Таксоводитель кел. Сен çay білмеш отыр. Қазір осыдан бағанағыдан күшті заказ істейміз. Mınaның ішінде отырсың ба? Осылармен футболға барамын. Yes, қазір алаттық қойын. Аналар көрмесін. Bir akşam kim almış? Kızım var. Al bunu ana. Al bunu kızım. Bak sen bala kara. Kızım. Ay. Aramayısın. Ne istеп жатсыңдар
ана үйдің іші не болды? Кән жинастырыңдар, үйдің бәрін жинаңдар. Не мынау? Далаға шығайық. Қандай дала? Бірінші үйді тазалаңдар. Не мынау үйдің іші? Бәрін орнына қойыңдар, жинаңдар кәні. Хей, басым ауырып тұр. Дидара, мен жатамын, демаламын. Үйдің бәрін жинап қойыңдар болды дейсіз. Кеттім мен. Жатып алайын. Басым ауырып тұр. Короче, достар, билейік. Достар, біз қазір давай. Енді өшіріңіз. Біз серуендеуге сыртқа шықтық. Дала суғынай. Газ жүресіңді. Зарядка да zaman. Anada болады. Да. Ана жақты қарашы, ана жақта еще бір үй тұр, соған бара тұрмақшы, жүрші. Қайны? Я көрдім, біз жұмыстан қашып, үйден қаштық, жұмыс істегіміз келмейді. Я жұмыс істегіміз. Біз мама жұмыс бербеді, содан қашып шықтық. Жаурап кеттік я. Осы үйге жылды болайықшы. Я кеттік, жүріңдер. Жүріңдер. О, балалар, келіңдер, балалар. Кеп қапты ғой. Кіріңдер, отырыңдар. Отырыңдар, не қашықты. Отырыңдар. Өсі сорпашы отыратын еті жоқ. Дұрыс кеп қалдыңдар ғой, отырыңдар. Отырыңдар, балалар. Қараңдар, мына үй баба яға нені ұқсайды, түрін қараңдар. Ай, көрген түрін қараңдар. Ана үй қорқынышты ғой. Баба Яған емес па? Кейбірдің жүкті баба яғаның түріне ұқсайды ғой. Құры қара сорпа ішіп отыратын. Жақсы келдіңдер ғой, балалар, жақсы келдіңдер. Қазір. Тамақ істесем екен. Не істеймін қазір? Не істеймін? Бір нәрсе істеуім керек еді. Мына жерде сорпа ішіп отыр едім, еті жоқ сорпа. Жақсы келдіңдер ғой сендер. Не істесем екен? Қандай тамақ істейміз? Қандай тамақ істейміз? Мына кемпір бізден тамақ жасайын деп отыр. Қазір бастаймын. Қандай тамақ жасасам екен, үйде ет те жоқ. Балалар кеп қапты, үйде ет жоқ. Не істесем екен, сендер мынаны десам, не болмайды ана. Одан да үлкен нәрсе керек маған. Балта керек, балта. Мен балалар отыра тұрыңдар, мен барып сарайдан балтамды алып келейін, Балтамды кеттім. Достар, бұл үйден қайтып қашу керек. Біз негізі бір сиқырлы таяқша тауып алдым да, мынандай. Содан біз енді үстіп фокус-мокус деп қашайық үйімізге. Әйтпесе мына кемпір бізден тамақ жасайды. Балтасына кетті ғой бағана біздің шақыруға. Фокус-мокус, ля-ля. Оля, өзімізге кетіп қой. Өз үйім, өлең төсегім. Қазір біз сиқырымызды қосып мына жерде тез жинап тастайық.
екі, үш. Міне тап-таза. Аналарыңыздан қашмаңыздар. Аналардың әр айтқан сөздерін тыңдаңыздар. Балтамды алып келе жатырмын. Балтамы өткір. Әй! Балалар қайда? Балалар қайда кеткен? Әй, балалар қашып кетіпсіңдер ғой сендер. Киімдер көшеде қалды. Бәрібір келесіңдер сендер маған. Сендер маған бәрібір келесіңдер балалар. Сәлем достар, қазір біз Даян аға пранк жасайтын боламыз. Сіздер бізбен болыңыздар, және де Даян аға айтып қоймаңыздар. Қазір мен айналдырып атамын, сол кезінде мен құлап қаламын. Менімен бірге болыңыздар, одан кейін есімді жия алмай қаламын. Даяна мына жерде сотқа көріп отыр екен. Даяна, сені шақырып жатыр. Диля шақырып жатыр. Айналамыз влог түсіріп. Ай, абай жасашы. Даяна, не істедің? Вообще құлатып жібердің ғой. Қатты құлап қалды деймін. Қатты құлады ғой, не істедіңдер? Жай ойнамайсыздар. Даяна. Тұршы. Диля. Тұршы, Диля. Не қылды? Басын ұстап көрші. Басы. Тыныш па? Өлі бар жүгір. Суға кеш бар, суға кеш. Тезде су. Суға кел. Диля. Мына жеріңде бүйтіп алмадың ба жаңағымен? Мына есін білмей қалды ғой, не істейміз өлі мына қызға. Қара, есін білмей қалды ғой. Су шаш. Әкел, маған берші. Өзім шашын шелі қойшы. Не істейміз енді? Не істегесің қызым? Ой. Мына жері қызарып кетіпті ғой, өлі. Қара, енді не істейміз енді? Есін білмей қалды ғой, мына қыз, енді не істейміз? Даяна, бір кішкене не қылмайсың ба? Кішкене абайламайсың ба? Немене болды сонша? Сонша айналдырғаның не? Жай айналдырмайсыңдар бір-біріңді. Аяғамайсыңдар, бір-біріңді. Істейміз енді. Тұршы. Диля. Есін жешін. Диля, мен емеспін, кетті бар. Кетімде бар. Мен кіммін, мен Диля емеспін. Диля емеспін дейді. Мына қызға не болған? Тығылып атқанымыз. Не істейміз? Ана қыз бар ғой, есін жоғалтып алды деймін. Даяна, есін жоғалтып алды. Енді не қыламыз? Бір апайлап не қылсаңдар болды, бір-бірің ойнаған кезде ше. Аямай бір-бірін сонша лақтырғандарың не? Жай ойнасыңдар болады ғой. Енді істейміз, ана қыз есін жоғалтып алды. Есін білмей жатыр. Тығылып қалды. Жай не қылмайсың ба? Ана қызға не болған? Бір түрлі болып қалды ғой, бәрі сенің кесіріңнен болды, сен. Кішкене ойнамайсың, ойламай, жай шірмейсіңдер ба? Айналырып. Бәрі сенің кесіріңнен болды. Шықпай жатыр ана қыз енді. Диля, шықсай. Диля, не болды саған? Шыға ғой, Диля. Диляш. Мынау
Бізді танымай қалған. Бері жүр. Немене істейді? Мен Диляра емеспін дейді. Сен атың менді. Менің атым Даяна. Мен очынсың, а? Тұр. Ой. Қайтадан ойнаңдар онда. Қайтадан өз орнына жайына әкел қайтып істейсің енді оны, Даяна. Ойнаймыз, жүр. Ойнаймыз. Ойнамай. Ойнаймыз, айналамыз. Айналғанымыз. Ай, тағы да құлап қалды ма не? Енді не істейміз? Бізді Даянаға пранк жасады. Пранк па не бұл? Иә, біз саған пранк жасайық деп. Әжесі екеуі ақылдасамыз. Ренжіме, Даяна, бұл пранк. Не Сау дейміз? болыңыздар достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздер біздің қандай видео түсіргенімізді қалайсыздар? Лайк баса, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока. Сау болыңыздар достар. Бізге Нұрай келді, Нұрай подписчигіміз, көршіміз, қыздарым дос қызы. Бізге келіп отыр ойнауға бүгін. Екеуі ойнап отыр осы жерде. Диляра қайда, Диляра? Көрінбейді ғой, неде? Қай бөлмеде ол? Диляра қайда кеткен? Қай мына жақтан не қылып тұр, Диляра? Бісмілда. Жүгіріп кетті. Әженау жүгіріп кетті. Қайға кетті? Төбеге шығып кетті. Ойбай, төбеде. Істеп жүр төбеде. Диляра, не қылды саған, Диляра? Өлә. Ей, не істейсің? Ей, не болды, Диляра? Ойбай, не тағып алған? Бір медалін, әжесінің медалін тағып алған ба? Ойбай, не тағып алған? Үшін менің алтын білесігімді тағып апты. Ойбай. Диляра, бекер. Суақың беш, маған бір түрлі қалды ма? Не болып кетті нағыз? Келе ғой, Диляра. Өлі. Қолап отыр ма? Нұрайды қолап отыр. Диляра. Canım. Otur, Dilara, otur, kış. Buraya. Bismillah, енді қайттық. Otur şunu.
ойбай ойбай бісміллә 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 енді қайттық ойбай бісміллә бісміллә Диляра ой жаным отыршы тек Диля отыра ғой Дилешка Берейін бе әже? иә берсей ой бісміллә өлә ана бокалды ал өлә не болды достар мына қызға біртүрлі болып қалды ғой мынау мына қыз біртүрлі болып қалды ғой мынау ей екеуі жүрген ойбай мына қыз біртүрлі болып қалған ба не болған мына қызға Диля жаным отыршы Диля отыра қойшы ойбай ей бісміллә алшы адам анамен біреу тұрайын деп жүр ме ей бісміллә Диля берші ей Диля қоя ғой өлі мына жаққа кіріп кетті не істейін деп жатыр бісміллә ойбай бәрін шашып жатыр ғой бүлдіріп жатыр ғой үйдің бәрін біртүрлі болып қапты ғой өлі мына қыз Әже бұл пысық болып кеткен сияқты. Сондай болды. Не қыламыз? Скорый шақырамыз ба? Ей, Диля қой. Сынат. Қолын байлайтын бір нәрсе бар. Ремень ба бірдеңе алып келші бар. Атаң болдықтан бар. Өлі столдың астына кіріп кетті ма неме қалды? Не істеп жатыр ол? Диля. Не болды жаным? Отыр, Диля. Жақсы ғой. Отыр. Ойбай отыршы келіп байлап ұстайық біртүрлі болды ғой үйдің бәрі қиратып жатыр ғой мына өлі ей о немене фонарик емес па ей Диляра қой бісміллә бірдеңені жеп жатыр өлі ананы ал шарды жеп қояйын деп жатыр Дайыр ат қарап тұр дейді ей жібер мойнымды ауыртып жіберді ма енді не істейміз оны ше қолын бірдеңемен байлап тастайық өлі мына қызда біртүрлі болып қалдық мынау ананы айналып жүр өзі ортаға қойып алып ше менің әкеліңдерші өлі мына қызда енді не істейміз ана терезеден секіріп кетпесін ұста қолын артқа қайыр байлай аласыңдар ма біреуін ясыңдаршы біреуі ұстап тұрып біреуін байласын екеулеп байлаңдар енді байла шамалы мынаны түсіріп бүйтіп кіріп байласайық енді скорый келгенше кішкене байлай тұрады ой қызым не болды ей бұған несі лақтырып жіберді ғой күші көбейіп кетті ма рөлек кетті ғой тиме шарды жеп қояйын деп жатыр ал қайтадан байландыршы ана байлаған болмай қалды ғой жаңа жұтып қойдың ау өлі шарды ма өлі енді не істеймін шарды жұтып қойған емес өшіріп жақ бастады бөпе Алиханды қолап жатыр ма? Сен қолың байландыр аяғымен теуіп тұрғанын қарашы құлатып жібермесін сендерді аяғымен отыра тұр мен скорыйға звондап қойдым ана жерде келгенше ұстап отыра тұрыңдаршы және екеуің екі жағынан ұстаңдар диванға алып барыңдаршы диван жағын әкелмейді диванның қасына отырғызып қояйық жерде отырсын енді шаршаған шығар өшті иә ойбай не дейді сөйлей алмай да қалған ба не болып қалған Таталала тупой дейді ой Микки Маус шешін ана
Ля қыздар мына Диляраға қарай тұрыңдар. Мен скорыйдың алдынан шығып келейін. Даяна, ойбой, мына қыз псих болып кетті ғой. Енді не істейміз? Мен барып сырттан скорыйды көріп келейінші, келдім екен. Ұстап отыра тұрыңдар. Екеуің. Міне сабақ басталатын уақыт болды. Оқушыларымыз кешігіп жатыр. Әлі келмей жатыр. Қоңырау да соғылды. Сен кімсің? Атым Меганмын. Меган ба? Отыра ғой. Меган, отыра ғой. Сен кімсің? Мен Балтырмын. Отыра ғой, жақсы. Сен кімсің? Мен Вайнстейнмін. Ойстей, отыра ғой. Келесі оқушыларымыз жайлап келіп жатыр. Бұл енді монстрлар мектебі, осындай оқушылар бізде. Келе ғой, сен кімсің? Мен үш қыз. Үш көз ба? Айтпай қой. Үш көзің көрініп тұр. Отыра ғой. Мен оны. Ташеткөді. Сәлематсыз ба? Сен кімсің? Мен зомбимін. Отыра ғой. Сәлематсыз ба? Сіз кімсіз? Бағай сөйлемейді ғой. Сөйлемейді екен. Отыра ғой. Мына шеттен отыра ғой. Математика сабағы басылады. Үйге бірден 10-ға дейін сабағандарды жаттап келуге берген тұғымын. Бүгінгі өтетініміз жаңа сабағымыз қосу және азайту. Енді үй тапсырмасын айтамыз. Кім айтады? Мен. Кім айтады? Иә. Айта ғой. Зомби айта ғой. 1, 2, 3. Қолын түсіріп тұр, зомбилар құсамай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, молодец, өзі зомби болса да ақылды өзі, отыра ғой. Келесі 10-ға дейін санаймыз. Иә, 3 көз айта ғой. Санап айтамыз, санап. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8. Отыра ғой, дұрыс емес. Күнделігінде әке 2 қойып беремін. Дұрыс емес. Келесі коробка басы айта ғой. Үй тапсырмасына айта ғой, дайындалып кепсің ғой, иә? Неменеге тұрды дайындалмаса? Отыра ғой, айтпайды ештеме. Кім айтады? Айта ғой. Ал вампир айта ғой. 2, 4, 6, 8, 9. Ой, отыра ғой. Ой, жаттамапсың ғой. Келесі айта ғой. Меган айтады. Меган айта ғой. Айта бер. Дауысын шығарып айт. Ол сабақ емес қой. Санау ғой, санау. Жарайды онда, жат сабаққа дайын емес екен. Меган, отыра беріңдер. Ал енді біз не істейміз? Бүгін қосу және азайтуды өтеміз. Кән дәптерлеріңді алыңдар, бәрің алдында дәптеріңді тұр ма? 2 қосу 4 деп жазамыз. 2 қосу 4. Тең.
тең. Айтпай тұрыңдар, әлі айтпай тұрамыз. Тек қана жазып тұрамыз. 2 қосу тең, 4 тең. Енді 3 қосу 3 тең. Енді 5 қосу 2 тең. Жаздыңдар ма, кән? Не жаздың? Жақсы. Сен жазбапсың ғой, Сен ше коробка бос жаздың ма? Коробка бос. Жазыпты коробка бос. Яғни жазып отырсыңдар ма, бәрін түгел? Бір тексеріп жіберейін. Жақсы. Жазып отыр екен. Ой, сен де вампирді жазып қойыпты. Енді біздің кішкентай Меганымызға жазып қойыпты. Жарайсыңдар. Енді не істейтін еді дейлі? Енді ше жауаптарын айтады. Дұрыс айта ма? Әркім әртүрлі айта ма? Біреусі қате айтады, біреусі дұрыс айтады. Мен дұрыс айтам ба? Иә. Біріншісі қандай еді? 2 қосу. Иә, 2 қосу 4. 2 қосу 4 қанша болады? Кім айтады? Апай, мен Вампир айта қойшы. 2 қосу 4 тең 6 болады. О, жақсы, жарайсың, 5 қойып берем. Коробка бас айта қойшы. 3 қосу 3. 3 қосу 3 қанша болады? Сөйлемейді ол. 5. Дұрыс емес, отыр шығып алады да сөйлемейді осы ше. Тілі жоқ па білмейді, теріс қарап отырады еще сабақта. Айта ғой. Сен атың кім еді? Зомби айта ғой. 5 қосу 2 тең 7. Ой, жарайсың, отыра ғой, күнделіктеріңе 5 қойып берем. 3 көз айта ғой. 3-ші сабақ, 3-ші не қандай еді? 3 қосу 3. 3 қосу 3 қанша болады? 5. Отыра ғой. Дұрыс емес екен. Сен өзің айта ғой. 3 қосу 3 6. Ой, жарайсың, күнделігіне 5 қойып беремін. Қоңырау соғылды, үзіліске барып келіңдер. Ей, коробка бас. Орнына отыр болда. Бұларға ше өстіп. Айқайламасаң өстіп кетеді бұлар. Монстрлар ғой, адам өзі қорқады бұларға сабақ беруге ше. Ал, коробка бас теріс қарап отырып алды. Алдыңа қарап отыр, коробка бас. 2-ші сабағымыз басталайын деп жатыр. Енді 2-ші сабағымыз басталады қазір. Музыка сабағы басталады. Ал, сабақты бастаймыз. Бүгінгі күнді жазып қоямыз, балалар. Бүгін қаншасы? Сәуірдің 6-сы деп жазып қойыңыздар. Жазайық. Жазып қоямыз сәуірдің 6-сы. Үйге 7 нотаны жаттап келу берілген. Үйге берілген сабақ музыкадан 7 нотаны жаттап келеміз. Музыкада 7 нота болады, балдар, я? Соны жаттап келу берілген. Кім айтады екен 7 нотаны? Кім айтады? Коробка бас айта қойшы. Бұл өстіп орнына тұрады да тұра береді. Отыр. Зомби айта қойшы. Ре, ми, са. Болды, отыр. Дұрыс емес, айтамайды екен. До, ре, ми, со, фа. Ой, отыр, дұрыс емес. Ой, сен айта қойшы. До, ре, ми, фа. Отыра. Тағы да жаттау керек. Енді бір айта алатын адам бар ма екен? Айта қойшы. Сен 3 көз. Жарайды, үй тапсырмасына дайын емес екенсіңдер. Айта қойшы, кішкентай біздің Меган. До, ре, ми, фа, до, ла, ми. Молодец, до, ре, ми, фа, со, ля, си деп айтты. Біздің кішкентай Меган сабаққа дайын екен. Сабақты жаттап кепті. Отыра тұрыңдар, мен қазір журналымды толтырып алайын, Жасайын. Ой-бай. Ей, мен журнал толтырам десем, естіп кеттіңдер. Ой, мыналарда, Шуламасаңдар, мен журнал толтырамай жатырмын ғой. Оқшылар! Тыныш оқшылар! Не болған мыналарға? Өлі мына. Коробка бас! Бер сумкасын! Меган сумкасын бер! Тыш салыңдар кән, орындарға келіңдер кән. Отыр. Журналымды толтырып үлгере алмадым ғой. Отырыңдар, әдебиет сабағы басталды. Мына свет жанды. Қазір свет өшіп қабет, мыналар вампирлер бірін қанын ішіп кетті ғой. Коробка басына ағып жатыр. Әдебиет сабағын өтеміз. Кәні?
Тұрыңдар. Сіз Әдебиетте. зомби істеп Зомби тістеп алдым ма деймін ба? зомби істеп алшы деді. Дейсің. Кімге? Маған. Зомби тістеп алшы. Ана жатып қапты ғой ұйықтап. Хей! Отырыңдар ғана. Отыр. Орындарға кел, болды, әдебиет сабағын бастаймыз. Кән. Келдер. Отырамыз, кән, әдебиет сабақ басталды. Ал балалар, мен сендерге тапсырма берейін. Мына жерде Абайдың жаз деген өлеңі бар ғой, я? Соны оқып отырыңдар, кән. Жазасыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер. Абай Құнанбаевтың жаз деген өлеңін сұрақтарына жауап беріп отырыңдар, өлеңді оқып сұрағына жауап бер. Мен журнал толтырып алайыншы, жаңа сендер шулап ше. Журнал толтырамадым ғой. Мен журналын толтырып алайын, сендер кішкене сабыр ете тұрыңдар, я? Зомбилар жақсы ғой, монстрлар. Қалыңыздар балалар. Есің жылап отырсың. Көрмей жатсың ба? Пияз ашып отырмын ғой. Сен вообще-то қашан жұмысқа шығасың? Сен уже жаз бітті, қыз бітті, көз бітті. Көктем бітейін деп жатыр қазір. Қашан жұмысқа шығасың? Ана қызың мектеп бітірейін деп жатыр. Қойшы. Ыржыңдамай отыршы. Түсеміз ғой. Сен ана босырақ Жигулимен хотя бы таксовать етси. Қызде, ойнап отырсың, үлкен болап. Әкең екеуің әбден семіргесіңдер. Айтшыма орса керек, мағырса, мен ұқса керек. Отшуаман момем işlerden bu böyle. Gücüne var, отшуамасаң. Gücüne momem. Қойсай, кішкентай қызға ойнарсың да, ыдыс-шу дегенді қайдан шығарып алдың? Қайдағы ыдыс-шу қандай айтып жатсың? Әке мен үшінемін, мама айтты шын. Үшіне дегенде кішкентай бой үйде үшінемін. Мама айтты шын. Екеуінде нақ кішкентай қызға шаңқы деп жатсың. Өзің ыдысты жу. Қызың екеуін, қызың дәп-дәп болып, өзің семіріп алып, жұмысқа тұрмайсың ба сол үшін? Мама, су ішем, су берші, мама, су. Дәп-дәп болып, су құюды білмейсің ба? Мына бокалды аласың, одан кейін ағызасың. Ішіме ана бокалмен. Кім кішкентай қызға ұрсып жатса? Даже мына қызың мына таяқтың не екенін білмейді, үйретпейсің ба өзің? Өзің үйретесің. Осының бәрі өзің бәлең. Өзің үйретуің керек, жұмысты да сен істеуің керек. Пол жуасың, тамақ істейсің. Сендердің тамақтарыңды істейді. Полыңды жуам, кіріңді жуам. Тағы не істеп берейін? Қызыңа өзің үйретуің керек. Сенің кесірің бәрі. Ал сұрашы қызыңнан, мына таяқты не дейді деп, оқтау демейді, мен ұратын таяқ дейді. Сұра қызыңнан. Қызым, мынау ойнау не? Мен ұрып жүрген таяқ ғой, мамам. Көрдің бе?
Kızım depte o bir şey simirgesin derdi. Kızım karnın aç mı? Bari magazine kalbasa menden at gel. Benim kay akşama kelim. Barın istiyorsun bar. Bol var. Ben kay akşama kelim. Mende tas da yok. Жұмыс істемейсің ба? Жұмысқа шықпа. Жата бермей пультіңді құшақта. Қойшы. Kızım. Ana Aminaға бар да, компьютер пішіне алып кел. Аминаға жаздырып алып кел. Бар. Тағы да жаздырып бар, ақша жоқ па не? Жоқ менде. Қай ақшама келем? Жоқ менде ақша осы жерде. Қош мен чупа-чупс мороженое алып келем тағы да қосып. Жоқ, алма. Жаздырсаң да әкеле бөлем чупа-чупс аламын. Мен мороженое. Алма, тез барып кел ол. Қонақтар тез келеді қазір. Дәл. Чупа-чупс аламын. Шайден алыңыз, шайден. Өзің нанды ызыламайын жеп отырсың шетінен ол. Істе қонақтан алдына қойса өзің жедіңіз. Шай алып отырыңыздар міне. Шай алып отырыңыздар. Ау? Біздің қызымыз мектеп бітіріп осы қалаға келіп жатыр еді енді. Сіздердің үйлеріңізде жай болса, және тағы бір қызым бар, ол институт бітіріп отыр. Сол ауылға жұмыс істемеймін дейді, ауылға. Қалада жұмыс істегісі келеді. Осы енді бәріміз туысқанбыз ғой, үйлеріңе жатып жұмыс істесе деп отырмыз да. Біз үлкен қыздарға жауап бере алмаймыз ғой, негізі, да? Жауап бере алмаймыз, ja? Жауап бере алмаймыз. Оның үстіне үйіміз бір бөлмелі. Nasıl ойлап отырсыңдар? Қызе, сенен жасты қыздар уже ұбытыға теске дайындалып жатыр. Қайдақ дейсің мен 16-ға келдім ба не мен әлі? Әкесі, мына қызың 16-та екенін білмейсің ба? 16-дасың ба? Білмеймін, мама 16 деп жатыр ғой мені. Білмеймін. 16-та келдім ба? Теске дайындалып ұбытыға. Бай, мен онда теске дайындалайын менде. Онда мен де жұмысқа тұрайын, ойыншықтарды көршілерге таратып жіберейін. Сен өйстіп пультіңді құшақтап отыра берсең, бір уақытта оянасың өйстіп. Тағы ұбытыға барып, диплом алатқан кезде бірақ оянда тағы да. Бар таксовать еттік. Жұмыс. Ой Алла! Тупай, тіл көздері сақтасын. Сәлеметсіз бе? Көп жасап тәңір тілеуімді берсін. Ата, енді менің екі қызыма қарай тұрыңызшы, менің екі қызыма қарай тұрыңызшы. Мен бір жаққа 2 сағатқа барып келейін деп жатырмын. Қанша теңгем? 50 мың. 2 сағатқа 50 мың ба? Иә. Өлі масқара, мен пенсияның өзі 50 мың ғой, үйлі барлығы соған қарап отырып. Сол мен сізге мына алтын ала беріп қояйын, менде теңгемен жоқ, доллармен мына $100 ақша алып алыңыз. Менің қыздарым, сол енді бала ғой енді. Не қыласыз, сол кісіге, сол балаларға қарап отырасыз ба, 2 сағатқа. Тығыз жұмысым болып тұр, соған барайын да келейін, е? Ата, жүріңіз, ата. Сізден басқа ешқандай няня қалмапты. Нянялардың бәрі занят екен, сосын сізге звондадым ғой. Келin.
Ей, Ой! Көркем, Шашу! Шашу! Жинаңдар. Бүгін мен жұмысқа тұрдым. Құдай қаласа няня болды. мен амандастыңдар. Кекерейне, ассалаумағалейкум деп амандаспайсыңдар. Саламатсыз ба? Ай барган сен. Мана көрші подъезде тұратын аталарың ғой. Далаға шыққанда көріп жүрсіңдер ғой, Иә. Енді осы аталарың аманат жасы 80-ге келді. Әлі 100-ге келу керек. Осы кісіні шаршатпай, тәртіпті болып, ағы керек, өз денсаулығы жоқ. Сондықтан шаршатпай отырыңдар қыздарым, мақұл ма? Әйтеуір қазіргі балдар қиын ғой. Далаға шығып кетеді, жалаң аяқ шығып кетеді, сосын кейін сыртынан құлтап та кете алмаймыз. Сондықтан сізге тастап балаларымды аманат қылып кетіп бара жатырмын, ата. Бірдеңе пісіріп қойдым ба, мен қарным ашады ғой. Иә. Сізге көже пісіріп қойдым, кеспе көже әдемі. Иә. Печенье пісіріп қойдым. Қазір қыздар әкеп береді ғой. Жақсы онда. Мен қайттым. Кеттім. Отыра беріңіздер. Нана, пережер. Ата келді, тиктокқа түсеміз. Не дейсің? Тиктокқа. Ау! Тиктокқа көтеміз. Тиктокқа күтеміз. Тиктокты қалай күтеді қыз? Ой, тиктокқа түсеміз деп атты. Мен тынығып алам. Құта мен қарным ашқан соң тынықпай тұрам. Маған ар жақтан печенье алып келіп бар. Илюмің аласың 2 сағатқа. Сол илюмің алып кетейін үйіме қарай. Балаларға шірдеге бірдеңе алайын. Табесін алмаған. Ана жасық кетер. Өзі далбаңшы. Нағып жұмсай бересің. Бізге қарайсыз ба, біз сізге қараймыз ба? Мына бала сүйкімді бала екен. Біруді алма бері жүремі балаға енді қос Айым. Ал сендер, мен қарным ашты. Бағана не деп еді ана? Әжелердің бай мамалары не деп еді өзім? Печеньелерді ма бірдеңе пісіріп қойдым деп еді ғой? Ата, сіз қайдан естіп қойды? Сіздің құлағыңыз ерең еді ғой? Ерең деп, ерең бұққаным ба? Бәрі әкіл деген соң. Қазір алма беремін. Маған жүдә бір мені тоят деп қалды ау. Қыздар, мә, екеуің келіңдер. Мә. Ата, біз деген жоқпыз ғой? Сендер маған азақ әкеліңдер. Мен де сендерге азақ бердім. Жинаңдар мына үйді. Мамаларың мен жинайды деп ойлады ма? Шашып отыра бересіңдер мен білмейсің. Тиынымды алам, одан кейін кетермін оларға 2 сағат қарап. Жинаңдар ма? Ол жинаңдар. Көркем, қазір кіші атаға тұр дейсің. Сен тұр, мені арқала деп түсіндің ба? Сосын ата, ішке бұл ойын айтып қайын ба? Қандай ойын?
Mine ağala. Jarayda var. Aygül dünya katır. Ayağım tutamazsınız. Alıp жүргенде жеп алайын. Ата енді мені арқалаңыз. Şey, Dünya sonu bana gidebilir. Bırak burada жақсы болды. Тымағым қалай белім. Рахат ана баланікі ғой. Жатыр ана бала. Рахаттанып алмасын жер. Ver, yega. Başlar. Ulan koyma. Salim. Ay biletim oğlum benim aynalı. Şaşamam. Şaşamam Stivernes. Oğlum beni. Benim aynam tuttu oy aynam gitti oy. Cincan. Yesinler. Kulaklarım var mı? Yedi alsam ayamayın. Ne balağaydın kulak bu balağaydın. Verin. Bağlamadı. Yapıldı. Şişlamayın. YouTube alın. Yürüyün bakalım. Kursun. Gittim. Buldu. Atanı kuş yerdik. Gel. Kızlar, men ketip bара жатырмын. 1-2 сағатқа бір жерге барып келем, жарай ма? Сендерге бір няняны шақырып қойдым. Сол няня күшті няня. Сендерге қарайлап тұрады 1-2 сағатқа, жарай ма? Қазір өзі келіп қалатын жер тақылдатады, өзі есік тақылдатады сол кезде. Келді-ау дейін. Келді-ау. Саламатсыз ба? Gidip zlaya няня емес па? Zlaya няня емес па? Жоқ, Жаман ғой. ол емес. Асқа бұл жақсы, өте жақсы няня. Қазір көресіңдер ғой. Қатты ұрыспай ма? Ұрыспайды, сендерге ұнайды деп ойлаймын. Ұрыспайсыз ба? Қандайсыз сіз? Ұрыспайтын нянясыз, иә? Мен сіздің жарнамаңыздан оқыдым. Сондай жақсы, добрая, ұрыспайтын няня деп оқыдым ғой. Өзі тағы қымбат тұрады. 1 сағатқа 50 мың төлейін деп, 2 сағатқа 100 мың болады ғой, сонда 1 сағатқа 50 мың нянясы ғой, қымбат няня. Шуласаңдар.
боласыңдар. Жүріңдер, кірейік. Мен қазір кетемін енді, уақытым болып қалды. Осы няня сендерге қарайлап тұрады енді. Ойбай-ай, не мына үйлер егзе екеуің, не мына үйлер уже жинамаған ұйқысы. Не мына қаламдарын сурет салған соң, не мына бір алманы жеп тастай бергесіңдер. Қазір жол жуатымын мен нені әкеліп, тез-тез жуыңдар мына жерді. Ол, менге үйді тазалаңдар. Бұма кетсе бұрсы бар. Мәе, жуыңдар. Мә. Ол. Не мынау барлығын? Біреуін жина. Біреуін жина. Ал менге тынығамын сәл. Анан істе бол. Жина. Мен же жинамаған ұйқысы. Ана бала фломастер жеп жатыр ғой. Ауыздарын жарыңдар фломастер. Ал сен бір жер жуа бермей тез-тез жу. Бырай. Ал сен бір жерді жуа бермей басқа бөлмелерде жоқ. Бір жерді қайталап жуа бергенше. Сен бала қайтыша. Жинайын бересің. Қандай рахат. Деген рахат. Ері оны табамын. Оның үстіне сәл жерінші бұл жырақ кетті ғой. Сурет саламасаңдар не үшін саласыңдар. Кел. Ей, қанақ тұрмыстың қанақ кетті ма? Дұрыстап қоймайсыңдар ма? Не мынау? Әкелді осыны ақшаға. Ақша. Жина ана әдялды. Мен жинамасам не жинамайсыңдар ма? Мен қазір келем. Надялды ар жаққа апарып тұрыңдар. Болыңдар. Олай біз ана няняға тура түсіндірбас дейміз. Қатты дауыспен. Қанекем қасы қосып кеткен. Қызық әкем екі бетін бояп алғанда. Екі, үш, дура, жынды бас. Ана екі қыз қайда? Не жолыма тиіп атыр олар? Не деді олар? Сен бала, яқтырсың. Саған жолыс қоймай арқыза жұду қара. Менің жылымды білмейді. Ей бала, қайда ана қыздар? Не қайсың ба? Болды. Сен бергеле. Түсіңдер ана жерге. Түсіңдер.
Сендердің мамаларың мені бір күн келместе. Ал қандай тәрбиеленген мамаларың? Мынадан бастап. Ал қазір енді осындай жассаңдар, сендер далаға қонасыңдар. Отырыңдар ана жерде. Анаған текке шашама бір мүшелін қосып берші. Жылай берді ғой, миымды аштым. Туф, сендерге ұрсам деп аузым да кеуіп кетті. Жайына апармайсыңдар ма? Не тұрады ол? Сән ба сендерге? Біреуің маған су әкеліңдер. Тез! Болды! Yıl tuttur oynatın lan. Biz қазір ана нәняның суына лимон қосып әкеп берді. Қазір біз оны айқайлатамыз. Ем бокалға. Мына суға не қосылған өзі? Күйеуі қайда? Бастарын ұрынып қалып. Бармаймыз. Гел! Сендерге менің сөзім жақпады ау дейді. Екеуің бұрышқа тұрыңдар, екі бұрышта. Біреуің ана бұрышта тізелеп тұр. Біреуің мына бұрышта тізелеп тұр. Екеуің де ана жерде тұрыңдаршы, короче. Болшы. Мен ұқтаймын, маған тыныштық беріңдерші. Суды да дұрыстап шықпайсың бұшы. Нене шетчалан екен. Оқтайды екен. Жаңа жаман. Кемпірлер бетін бояп алады боя. Жоқан ұқсайды, бірақ шет жастыры. Колегім қарасы. Аяғын келіп тұрған. Нұрай қазір біз ана няняның ұқтап атқан кезде бетіне дурак деп жазамыз, және оның бет жатыр ғой, сол кезінде помадамен мияға бірдеме сызамыз, сосын шыбынның несін бірдемесін қоямыз, сосын бірден кезде қазір мынамен дурак деп жазылған. Не бәле, бұл шыбын бар, кетіңдерші бар. Бұл шыбынға қаптап кетті. To'xtash. Pomada.
Ойын қимылдап кетіп отыр. Не поребус. Не тұрсыңдар қасымда? Не тұрсыңдар қасымда? Сен жүрмеген қалып жатыр ма? Есіңдерде туралы көкесі көрсетеді. Орысқа бағымда тұрмай, еще менің нервімді адамда жүрмейді. Мен қолым тиямай қалып тұрсың да, не күліктен жарылайын деп тұрсың да. Нұрлығы сен көріп отыр. Тұрыңдар бұшыға адам. Қалай сонда сені ең жақсы бала деп ойлап жүр екенмін. Отыр солардың қасында. Қапың неме бәле? Дура! Мен сендерге дураның көкесін көрсетем қазір. Мына баламен мені біреу ұрған сияқты. Кән ана екі қат. Дураларыңды шығарамасам сендердің. Аяқтаймыз ба?